Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге 4 қана апельсиннен 6 литр апельсин шырынын жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Сіздерге пайдалы әрі қызықты рецепт болатынына сенімдімін. Сонымен апельсин шырынын жасауға кірісейік. 4 дана апельсинді шұңқырлау ыдысқа салып, үстіне ыстық қайнап тұрған судан апельсиндерді көмгенше құямыз. Шамамен 5 минуттай ыстық суда тұруы керек. Апельсин толығымен ыстық суда батып тұру үшін осылай тарелканы үстіне бастырып қойсаңыздар болады. 5 минут уақыт өткен соң апельсиндерді ыстық судан аламыз. Апельсиндер 1-2 минут шамасында аздап суыған соң мұздатқышқа 5-6 сағатқа салып қоямыз. Осылайша апельсиндерді алдымен ыстық суға салып алып, содан кейін мұздатқышқа 5-6 сағатқа салып қойсаңыз, сыртындағы бүкіл ащы дәм кететін болады. Мұздатқыштан шыққан апельсиндерді шамамен жарты сағаттай ертіп аламыз. Содан кейін турауға кірісеміз. Апельсиндерді турап жатқанда арасындағы дәнектерін алуды ұмытпаңыздар. Себебі апельсиннен сок жасағанда олардың да ащы дәмі шығатын болады. Осылайша бүкіл апельсиндерді турап, дәнегінен ажыратып, барлығын бір ыдысқа саламыз. 4 апельсиннен көріп тұрғандарыңыздай бір уыстай дәнек шықты. Оларды міндетті түрде алып тастау керек. Ыдыстағы туралған апельсиндерді блендердің немесе ет тартқыштың көмегімен ұсақтап аламыз. Әбден ұсақталып болған соң 4-5 литрлі кастрюльге саламыз. (600-700 грамм шамасында қант саламыз. Қант пен ұсақталған апельсинді жақсылап араластырып, үстіне қайнатып суытылған суық су құямыз. Су міндетті түрде қайнаған әрі суытылған болуы керек. Ыстық су құймаңыздар, әйтпесе сок ащы болып қалады. Апельсинді шырынымызды астындағы қанты ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін бетін жауып, тоңазытқышқа 5-6 сағатқа немесе бір түнге қалдырамыз. Сол уақыт аралығында сақталған апельсиндердің бүкіл шырыны мен хош иісі суға шығатын болады. 5-6 сағат өткен соң үлкендеу кастрюльдің үстіне дұрышлакты қойып, оның бетіне марле жабамыз. Апельсинді соктың ішіндегі бүкіл қабықтарын сүзіп аламыз. Осылайша соктың соңғы суы қалғанша барлығын жақсылап сығып аламыз. Апельсинді шырынның үстіне тағы да 3 литр қайнатып суытылған суық су құямыз. Бұл шырынның қантын дәміне қарай берілген рецепттен аз немесе көп қоссаңыздар болады. Бір лимонды ортасынан бөліп, апельсинді согымызға жақсылап сығып саламыз. Біздің 3 қана заттан жасалатын апельсинді шырынымыз да дайын. Апельсинді шырынды дастарханға қояр алдында оған жалбыз, яғни миятаны салуды ұмытпаңыздар. Бұл шырынға жалбыздың 1-2 жапырағы, 1 кесім лимон және аздаған мұз салсаңыздар, дәмі өте керемет болып шығады. Жаздың ыстық күндерінде сіздерде дәл осылай апельсин шырынын жасап көріңіздер. Сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де басқа да жаңа рецепттерімді көру үшін каналға тіркеліп өтіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, немесе жасап көрсеңіздер, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше.